Біз жаңалықтар легін бастаймыз. Эфир тізгінінде мен Бибнур Қаражанова, армысыздар. Қазалы ауданы әкімдігінің мәжіліс залында Қазалы ауданы әкімі Мұхтар Оразбаевтың төрағалығымен әкімдік және аппарат мәжілісі өтті. Мәжілістің күн тәртібінде ауқымды мәселелер көтеріліп, тиісті басшылықпен және ауылдық округ әкімдерімен шешу жолдары кеңінен қарастырылды. Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаевтың төрағалығымен өткен әкімдік мәжілісінің күн тәртібінде қаралған бірінші мәселе Қазалы ауданындағы және аудан аумағындағы сәулет қала құрылысын қадағалау жұмыстары жайында болды. Мәжіліс басталмас бұрын аудан басшысы жаңа қызметке тағайындалған басшыларды жаңа қызметімен құттықтап, сәттілік тілеп, жұмыстарға ұқыпты болуды жүктеді. Ауданымызда электр желісінде әлі көптеген проблемалар бар, оны біртіндеп бірлесіп шешіп келе жатырмыз. Кент бойынша да және мекендер бойынша да көптеген жобалар жасалды. Осы жұмыстарды арман қарай жалғастырып, өзіңіздің әріптесіңіз Ерболат Абдрахмановпен жалғастырып, халыққа сапалы электр жарығымен қамтамасыз етуіміз керек. Сонда халық бізге бағасын береді. Сізге жұмысыңызға жақсы деген сеніміміз бар айтатындықтан халық электр жарықсыз, электр желісіз қалмау керек. Осыған жүйелі жұмыс жасауға мен сәттілік тілеймін. Еңбегіңізге жеміс жалғасу ойымен бірге осы қаланы үлкен алға жетелеу деген ойдамын. Сәттілік болсын. Рахмет сізге. Әкімдік мәжілісінен соң аппарат мәжілісінің күн тәртібінде қаралған өзекті мәселенің бірі жұмыспен қамту индикаторларының орындалу жай-күйі туралы болса, екіншісі әлеуметтік желіде халықпен тығыз байланыс орнату және жетілдіру мәселесі болды. Сонымен қатар аудан басшысы тұрғындардан қашқақтайтын ауыл әкімдеріне қатаң ескерту жасап, халықпен үнемі байланыста болуды, ауыл адамдарының мұң-мұқтажына құлақ аса отырып, санға емес, сапаға жұмыс жасауды тапсырды. Өкіліске орай бізде осындай әлеуметтік желіні қараймыз, бірақ соған кері байланыс мүлдем жоқ деуге болады. Мен міндетті түрде бөлім басшыларыма, болмаса орынбасарыма, болмаса аппараттар талап айтып жатсам, бөлім хабар берсін, ақпарат жазсаңдаршы, айтып жатыр, дұрыс себеп турайды, жол турайды, басқа турайды, оған бюджеттен қаржы керек, оның өзінің кезектігі бар, оның заңдылығы бар, оның құжатын жасау керек, құжаттандыру керек. Оны бюджет бөлініп өткізу керек. Одан кейін ол қаржы бөлінсе, мемлекеттік сатып алу жұмыстары жүргізу керек. Бір жылдай халық соны кетеді деп аламын. Міне соның төңірегінде біз жауап бермейміз, әрекет жасамаймыз. Соның салдарынан теріс қарай пікірлер қалыптасып жатыр. Өкінішке орай қалғанымыз емес, бірақ кейбір әріптестеріміз бар, осы алдында отыр. Оны мен біліп те жүрмін, көріп те жүрмін. Ауданға қатысты жайылымға сыни материалдардың басым бөлігі тұрғын үй коммуналдық шаруашылығында мәселелер, автомобиль жолдары, тазалық, газ, аяқ су, жұмыссыздық, денсаулық, білім саласы, ветеринария саласы мәселелері бағытталған. Өздеріңізге белгілі әрбір жазылған мәселелерге жергілікті жауап жолдап, кері байланыс орнату барысында міндетіміз осы мақсатта WhatsApp мессенджерінде оперативді және SMM мамандық чаттары арнайы ашылғанын білесіздер. Онда аудан әкімінің орынбасарынан бастап құқық қорғау органдарының басшыларымен мекеме кәсіпорын басшылары және кент ауылдық округ әкімдері басшылары. Бөлім тарапынан желіде жарияланған әрбір сыни пост осы чаттарда скриншотталып, сілтемесі қоса жолданып отыр. Негізінен сыни жазбаларда бір сағаттың ішінде кері байланыс орнату қажеттігі туралы тапсырма берілгеніне қарамастан, әлі дейін 87-ге жоқ постқа нақты жауап орналастыру мәселесі алға қойылды. Осыған байланысты қоғам арасында әлеуметтік желі мен белсенділер тарапынан жергілікті мемлекеттік органдарға мүлдем сенбеушілік пікірлер басым. Сондықтан әр сала басшылары өздеріңізге қатысты жарияланған ақпаратқа дер кезінде жауап беру мәселесі жолға қоюларын сұраймын. Шығарылған сыни бағыттағы материалдарға әрбір мекеменің өзінің ресми парақшасы бар, сол арқылы жауап беруі керек. Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев әкімдікпен және аппаратпен өткізген мәжілістің соңында жылу беру маусымының жақындап келе жатқанын айтып, сала басшыларына қатаң тапсырмалар жүктеп, сақадай сай болуын қатаң түрде тапсырды. Бибнур Қаражанова, Айбек Нұрлыбек, Дәуренбек Қайроллаев, Серіктігі телеарнасы.
Кеше айтып келмейтін апат дала өрті пайда болған кезде ерікті өрт сөндіру жасақтарының және де мекеме ұйымдарының дайындығын жетілдіру мақсатында Қазалы қаласында орман және дала өрттерін сөндіру бойынша өрт тактикалық оқу-жаттығу өткізілді. Кеше Қазалы ауданына қарасты Қазалы қаласы Қазалы-Қарлан тас жолының 5 шақырымдағы Қарақұм орманшылығының 56 орамында орман және дала өртін сөндіру бойынша өрт тактикалық жаттығу Қазалы аудандық төтенше жағдайлар номер 9 өрт сөндіру бөлімінің және Қазалы орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мекемесі қызметкерлерімен бірлескен түрде жүргізілді. Оқу-жаттығу жұмыстарына арнайы барған Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев өрт орын алғанда оны жою үшін жұмылдырылған азаматтық қорғау қызметтері мен құрылымдарының әзірлігін тексерді. Өрт бөлімінің азаматтары да, орман шаруашылығы да, жаңа электр торабы да, полиция бөлімі де бәрі де өздерінің жұмыстарына кірісіп жатыр. Біз қай уақытта да елдің халыққа қолайлы өмір жасау жағдайын қамтамасыз етуіміз керек. Жаңадай созылмалы дала өрттері болса, алғашқы ұшқыны дейміз, соны ауыздықтап, оны сөндіруіміз керек. Оны арма қарай жайылмау керек. Оны арма қарай әрекет ету сатысы, яғни орманшы көрді, өзінің басшылығына хабарлама беріп, одан орманшылардың техникасымен келем дегенше біздің орталық өрт бөліміне хабарлама жасайды. Жалпы бізде қазір осы бірінші әрекет ету төңірегінде іс-шара жоспары бекітілген, алгоритм бекітілген. Соның төңірегінде бүгін жұмыс жасадыңыздар. Жаңағы оттың ауыздықтау, оны жою, оны сөндіру, білесіздер ғой, енді созылмалы өрт қай уақытта да қайтадан тұтанып кету қаупі бар. Оның ішінде мына орман аймақ, біздің Қызылорда облысы Қазалы ауданы орман аймақтарына кіреміз. Алдағы уақытта біздің тек жұмысымыз осы оқу-жаттығумен болсын. Тек қана біз жақсылықта жүрейік, елдің бірлігінде халыққа абыройлы қызмет ете берейік. Әр қызмет өздерінің жұмысын абыройлы атқарса, бұндай шығындарды біз алдағы уақытта жоямыз да, көзін болдырмаймыз да. Аудан басшысы Мұхтар Оразбаевтың жетекшілігімен